Әрбір қарау кезеңінде өтініш берушілер жасайтын әрі жиі кездесетін қателерді қарастырайық. Бірінші кезеңде бастапқы іріктеу процесінде көбінесе өтініш берушілер сауалнаманы толтыру кезінде қателер жасайды. Сауалнаманың қандай да бір тармақтарын толтырмайды, немесе дұрыс емес мәліметтер енгізеді. Айталық, жобалық көрсеткіштерді тым асырады. Кейде сауалнаманы ресімдеуге қатысты банк белгілеген талаптарды сақтамайды. Бірінші кезеңде өнімнің сәтсіздігінің екінші маңызды себебі, егер бұрын өтініш беруші инвестициялық жобаларды іске асыру саласында немесе қаржы ұйымдарымен жұмыс істемесе, оның тарапынан банкпен жұмыс істеуге қатысты дұрыс менеджменттің болмауы. Сондай-ақ банкпен дұрыс және жедел өзара іс-қимыл жасау үшін жобаның қаржылық бөлігі бойынша қаржылық есептілік, қаржылық үлгі және тағы басқа бір орындаушыны және құжаттар пакетін ұсыну бойынша бір орындаушыны тағайындау ұсынылады. Үшінші қателік – құжаттарды тиісті түрде ұсынбау. Құжаттардың сканерленген көшірмелерінің, мөр бедерлерінің болмауы, құжаттардың нашар сапасы және тағы басқалары. Индикативтік талдау жүргізу барысында дәл екінші кезеңде өтініш беруші көптеген қателерге жол береді. Оларды қысқаша қарастырайық. Бірінші қателік – жобаның қате жасалған қаржылық моделі. Екінші қателік – бизнес жоспарда толық емес ақпарат беру. Себебі ақпараттың толықтығы Қазақстанның даму банкінің ең маңызды талаптарының бірі. Үшінші, өтініш беруші банкке кепілге ұсынылатын кепіл мүліктің құқықтық құжаттарын дербес алдын ала тексермейді. Төртінші, өтініш беруші өзінің өтінімі бойынша банктың ағымдағы немесе алдын ала ескертулерін жою мерзімін созып жібереді. Бесінші, өтініш беруші бизнес жоспар немесе қаржы моделі сияқты ұсынылатын құжаттарда ақпарат көздерін ашпайды. Алтыншы қателік – өте кең таралған және бас тартуға жиі себеп болып жатады. Бұл көбінесе өтініш беруші банкке тек идеямен ғана келеді. Мәселен, өнімді өткізудің немесе жобаның шикізаттық қамтамасыз етілуінің жеткіліксіз пысықталуы. Жетінші жиі кездесетін қателік – өтініш беруші жобалық сатыларды орындаудың дәйектілігін түсінбейді. KDB.kz – Қазақстанның даму банкі. Өркендеу жолы.